Намаз. Намаз бұл құдіреттің бұйрығы, құлшылықтың ұлығы, жаратқанға мінәжат, амалдардың абзалы. Намаз адамның Аллаға ең жақын кезі. Намазға жасалған тілектер қайтарылмайды. Дәрет намаздың келді, намаз жәннаттың келді. Намаз шүкірліктің үлкені. Адам намазға ниет етіп дәрет алғанда, дәреттің суымен күнәлар төгіледі. Сені намаздан не тосып жүр? Намаз зейнетке шыққан адамның амалы ғана емес. Не? Ниетім түзу, иманым жүректе болу керек дейсің бе? Ең ниеті түзу адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам болған. Бірақ ол кісі ең көп намаз оқушылардан еді. Намаз балиғат жасына толған кез келген есті адамға парыз. Намаз адамды адам етіп қалыптастыратын ұлы тәрбие құралы. Алла тағала намаз адамды бүкіл арсыздықтан және жамандықтан тыяды деген. Намаз ол нұр. Қияметте дәрет алып намаз оқыған адамдардың жүздері мен аяқ қолдары нұр шашып тұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, егер таң намазы мен құптан намазының сауабын білген болсаңдар, мешітке еңбектеп болса да келер едіңдер деген. Хазіреті Абу Бәкір намазсыз адам теңізге қайықсыз тасталғанмен бірдей деген. Қайықсыз тасталғанмен бірдей деген. Намаз жүздерінен аяқ қолдары нұр шашып тұрады. Адамға кейде күнәлардың себебінен апаттар келеді. Ал намаз күнәлардан тазартушы. Намаз оқушы үйінің алдында ағып жатқан өзенге күніне 5 рет шомылып тазарған адамдай болады. Сен Алла алдына барғанда ең әуелі намаздан сұраласың. Адам намазды тастап кете алмайды. Лайық болмаған соң намаз адамды тастап кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазды тұрып оқи алмаған отырып оқысын, ал отырып оқи алмаған жатып оқысын деген. Бауырым, намаз деген оңай құлшылық. 4-ақ қимылдан тұратын бір намазға 2-ақ минутын кетеді. Сонымен ақ сен екі дүниенің бақытына қол жеткізесің. Сериалдарға сағаттарды жұмсап, сені жоқтан бар еткен Раббыңа минуттарды қимайсың ба? Ей мұсылман, Аллаға деген құрметің сені намазға келмей жатса, сенің дұғаң қайтып қабыл болмақ. Намазды оқымау батырлық емес, намазды қаза етпей, өзіңді жеңу нағыз батырлық. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам таң намазындағы 2 ракағат бүкіл дүние мен оның ішіндегі бар жақсылықтан артық деген. Сен 5 уақытта 5 намаз, біреу қаза қалмасқа деген Бұхардың ұрпағы емессің бе?
سمع الله لمن حمده. Бұхардың ұрпағы емессің бе? Есіңде болсын, намаз саған мұқтаж емес, сен намазға мұқтажсың. Сен намазға мұқтажсың. Аллах тағала Құранда сабыр және намазбен жәрдем тілеңдер. Расында намаз ынталылардан басқаларға ауыр келеді деген.